Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын витаминге толы бар болған 5 минутта дайын болатын жеңіл салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен балғын қиярымызды осылай ұзынша жіңішке етіп турап аламыз. Екінші қиярымызды да тура солай ұзынша етіп барлығын жіңішке етіп турап аламыз. Енді ыдысымызға салып, редискімізді да тура қияр сияқтандырып, жіңішке етіп ұзынша етіп турап алатын боламыз. Барлық редискаларымызды турап алдық. Енді оны да ыдысымызға салып, көк пиязымызды осындай жіңішке етіп турап аламыз. Барлығын ыдысымызға салып, жарты шай қасық тұзымызды және керегінше майонезімізді қосып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, жақындарыңызға дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай әрі жеңіл салат. Сізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Рецепт ұнаған болса каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.